Бүгін челлендждің екінші күні дәл қазір біз арнайы Түркістандағы этноауылға келдік. Біздің бірінші тапсырмамыз 6 қанатты киіз үйді құру. Дәл қазір біз бірнеше топқа бөлініп, керегені керіп, шаңырақты көтереміз. Біздің топтың миссиясы өте маңызды, өйткені шаңырақты қаншалықты дұрыс құрсақ, ары қарай келесі командалар біздің жұмысымызды жалғастырады. Яғни бұл жердегі мақсат топты белсенділікті арттыру, бір команда, яғни жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, бір команда, бір топ екенімізді көрсету. Жастар қалай біле ме екен, керегені қалай керу керек? Біледі екен, керегені қабыстыру дейді бұны. Бір-біріне қынайды. Біз бірінші ретте дұрыс қабыстырмадық па? Жаңа үстін астына қаратып жіберіппіз ғой.